Телефоном. Ссылка жерін салды. Балдар, түсіндік па? Жылдық сақина деген не екен сонымен? Мына ағаштардың әрқайсысы әртүрлі болды ма бізге? Қыздар, соңындағы қыздар көрдік па? Әр ағаштың жасын әртүрлі екенін қазір балдар санады. Он неге қарап санады, Мансұр? Мансұр санаш ке. Санаймыз. Жылдық сақина не үшін қажет екен өсімдікке, балалар? Өсімдіктің қолайлы өскенін, ол өскен жылы су мол болды ма, немесе жарық жеткілікті болды ма, сол үшін. Тағы? Ильяс, тағы не үшін екен? Жылдық сақина. Жасын білеміз, мысалы өсімдік қалай өсті. Бұлардың жаңағы жылдық сақинаның арасы да ашық-ашық болу керек екен. Егер ашық-ашық болмай, мысалы, мына жағы кең, мына жағы тар болып қалса, күн мына жақтан, күн жанында басқа ағаш болды деген сөз. Немесе басқа бір кедергі болып, бұған күн дұрыс түспеді деген сөз екен. Түсіндік па, балалар, бүгінгі зертханалық жұмысты кітаптарыңды аш, 220 бетте бар, балалар. Жылдық сақинаны санау деген 220. Сендерді көрсетіп, үй жақтағы құрғап қалған, бірақ енді өсіп тұрған ағаш емес, құрғап қалған ағашты кесіп әкелдім. Жоқ, қан? Саны ағаштың жасы. Балдар, осы бойынша қазір сол зертханалық жазамыз. Астындағы таблицаны толтырамыз. Таблицаны толтыру үшін қыздар, жігіттер, мынаны санауымыз керек. Яғни екі ағашты есеміз салыстыра отырып жазады екенбіз. Ағаштың жасын санап жазамыз. Балалар, бастаймыз. Тапсырманы орындаған адамға бал беріледі. Сабақ айтқанға плюс тағы беріледі. Тамерлан, бетін айтып жіберші кітаптың. 243 бетті ашамыз. Жылдық сақинаны санау зертханалық бар. Абай мақсатын құралға бастап. Иә. Лупа арқылы көрдіге, лупамен санасақ анық көрінеді. Бастадық па?